Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырман? Келесі видео сабағымызды бастаймыз. Біздің видео сабақтарымыздың ең басты ерекшелігінің бірі математикалық сауаттылықта кездесіп жүрген әрбір тақырыптарға байланысты есептерді оңайынан бастап оқушылар қиналатын қиын есептерге дейін қамтуға ұмтылып жатырмыз. Және соңғы кездегі 2017-2018-де кездесіп жүрген тесттер сіздің сұраныстарыңыз бойынша түсіруге ұмтылып жатырмыз. Сондықтан бізбен бірге болсаңыздар жетістікке жететіндеріңізге сенімдіміз. Онда біздің бүгінгі тақырыбымыз геометриялық есептер. Геометриялық есептерді біз математикалық сауаттылықта кездесіп жүрген оны екі үлкен тақырыпқа бөлдік. Бірінші аудан және периметрге байланысты, енді ондай есептердің өте көп кездесетінін білесіздер. Екіншісі осы басқада бұрыштарға және басқа ұғымдарға байланысты кездесіп жүрген геометриялық есептер. Онда төменде біз мына есепті көрейік. Егер ем және ен түзулері параллель болса, онда белгісіз x бұрышын табыңыз дейді. Мына жерде міне ем мен ем параллель екендігі берілген. Әрбір бұрыштар мына жерде мына бұрыш 2x, мына бұрыш x, мына жердегі бұрыш қандай 4x плюс 30 деп берген. Бізде x-тің мәнін табу керек. Ондай болатын болса, біз енді түсінікті болу үшін мына жерде емді былай қарай созып жіберейік, яғни мына түзуді қиғызайық. Сол кезде бізде ем мен ем параллель болғандықтан мына жердегі бұрыш бізде қандай 2x болатын болса, біз мына жердегі бұрышты, яғни мына жердегі бұрышты, осының да 2x екенін білеміз. Неге? Себебі бұл екеуі ішкі айқыш бұрыш. Екі түзуді үшінші түзу қиып өткен кезде ішкі айқыш бұрыштар тең болады деген бойынша бұл екеуі ішкі айқыш бұрыш, ол 2x болады. Енді біз мына жерде мына бұрыш x белгілі, біз мына жердегі бұрышты табатын болсақ, мына жердегі бұрышты табатын болсақ, және мына жердегі бұрышты табатын болсақ, онда осы үшеуінің қосындысы 180 болады деген бойынша, яғни үш бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы қандай 180 болады деген бойынша біз x-ті тауып алады екенбіз. Онда мынау 2x болатын болса, бізде мына жердегі бұрыштың қанша екендігі түсінікті, онда 180 минус 2x екен түсінікті. 180 минус 2x, яғни 180 градус минус 2x градус екендігі түсінікті. Ал мына жердегі бұрыш, бізде мына мен мына екеуі де дәл сол сияқты, жаңа мына екеуі сияқты бірін-бірі жазыңқы бұрышқа толықтайтындықтан біз қайтеміз, мына жердегі бұрышты да таба аламыз. Оны табу үшін 180-нен не істейміз? 4x плюс 30-ды азайтамыз. 180-нен қанша? 4x қосу 30-ды азайтатын болсақ, онда тең болады. Қанша? Жақшаны ашып беретін болсақ, бізде 150 минус 4x. Яғни бізде мына жердегі бұрышымыз қанша болды онда? 150 минус 4x градус болды. 150 градус минус 4x градус. Онда енді біз осы үш бұрыштың ішкі бұрыштардың қосындысы жаңа 180 деген бойынша, онда не істейміз? Жаңағы міне 150 градус минус 4x градус қосылған қанша? 180 градус минус 2x градус, және мына жердегі бұрыш бізде қандай? Мына жердегі бұрыш x, осы x-ті қосатын болсақ, сонда тең бізде қанша градус? 180 градус шығады. Онда мына жақтағы 180 мен мына жақтағы 180 қандай болып кетсе, қысқарып кетсе, сосын мына жерде минус 4x, минус 2x, минус 6x, мынаны x-ті қосқанда 5 минус 5x, оны былай өткізіп жеретін болсақ, бізде қанша болады? 5x болады, мына жақта 5x. Тең, мына жақтағыларды 150-ден өзі ғана қалды, 180-мен қысқарып кетті. Мына жақта қанша қалды? Онда бізде 150 градус қалды. Онда x-ті табатын болсақ, 150-ді 5-ке бөлгенде тең 30 градус екендігін оп-оңай тауып алуға болады. Біз бұл жерде нені пайдаландық? Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 180 дегенді пайдаландық. Немесе мына үш бұрыштың сыртқы бұрышы бойынша да тауып алуға болады. Үш бұрыштың бір сыртқы бұрышы өзімен іргелес емес, екі ішкі бұрыштың қосындысы деген бойынша да. Онда бұл есептегі жауапты, яғни 30 градус болады екен x-тің мәні. Келесі есепті қарастырайық. Шеңберге міне 4 сәулелі қандай? Абсолютті симметриялы жұлдыз іштей сызылған. Егер y бұрышы 130 болса, мына жерде y бұрышы 130 болатын болса, бізге x бұрышы неге тең екендігін тап дейді. Мына жерде y 130 болатын болса, мына жердегі бұрыш пен мына жердегі бұрыш бірін-бірі қайтеді бізде. Неше градусқа тоқтайды? 360 градусқа тоқтайды. Себебі олар бір толық бұрыш 360 градусты құрап тұр. Ондай болатын болса, біз 360 градустан азайтсақ 130 градусты, сол кезде қанша шығады бізде? 230 градус шығады. Яғни мына жердегі бұрышым менде қандай екен? 230 градус екен. 230 градус. Енді осыны біз қалай пайдалануға болады?
Енді қалай пайдалануға болады? Осы 230-ды. Деген нәрсені ойластырып көрейік. Онда біз мына жерді қосып жүретін болсақ, бұдан біз көп нәрсе пайдалана алмаймыз. Сондықтан біз не істеп жүрейік? Мынаның бәрін қосып жүрейік бір-біріне. Сонда бәрін бір-біріне қосып жүретін болсақ, мынаның біз барлығы тең квадрат, яғни шаршы болып қалғанын білеміз. Онда жаңа біз мына жердегі жалпы бұрыш 230 дегенбіз. 230-дан мына жердегі 90-ды алып тастайтын болсақ, мына екі жағындағы бұрыш тең екеуі қалады деген сөз. Тағы да не істейміз онда? Жаңағындай енді 230 градустан не істейміз? 90 градусты алып тастаймыз. Сол кезде тең болады. Қанша болады бізде онда? 140 градус. Яғни 140 градус дегеніміз біз мына жердегі мен мына жердегінің қосындысы. Онда ол екеуінің қосындысы болатын болса, және екеуі тең дедік, онда әрбіреуі қанша градустан болады бізде? 70 градустан екендігі түсінікті. Мынау да 70, мынау да 70. Демек, мынау 70 болса, мына жағы да қандай болады бізде? 70 градус болады. 70-ке 70-ті қоссақ 140. Үшеуінің қосындысы 180 болу керек жаңа сияқты. Онда x-ті табу үшін 180-нен не істеу керек? 180-нен 140-ты азайтатын болсаңыз, тең 40 градус. Демек, онда x бұрышының бәні бізде 40 градус, яғни С жауабы дұрыс болады екен. Келесі бізде ел мен ем параллель, бұрыш АБС қандай? 90 градус және ем мен ем параллель екен. Мына жерде x деген бұрыш берілген, мына жерде қандай? Y деген бұрыш берілген. Бізге нені табу керек? X пен Y-ті және 90 градустың мәнімен қайту керек дейді, онда салыстыру керек дейді. Осыны қарап көрейік, енді бұл есеп қиын емес. Жаңағы айтылғандай, мына ел түзуі мен ем түзуі қандай? Параллель болатын болса, оны АБ түзуі қиған кезде бізде сәйкес бұрыштар тең, яғни мына жердегі бұрыш x болатын болса, мына жердегі бұрыш сонымен сәйкес бұрыш болғандықтан, параллель түзулерді үшінші түзу қиған кезде оның сәйкес бұрыштар тең болса, мынау x болады. Дәл сол сияқты мына жағы қандай болып қалады бізде? Мынаған тең y болып қалады. Иә, мына жағы y болып қалады. Мынаны x сызықпен алсақ, онда y болып қалады. Енді біз осыны түсіндік, АБС 90 болатын болса, онда x пен y-тің қосындысы да қандай екендігін, 90 екендігін біліп алу қиын емес. Онда бұл есептегі жауап x қосу y-тің 90, демек А жауабы дұрыс болады екен. Келесі бізде енді стереометриялық есеп. Бізде ABCD EFGH кубы берілген, альфа бұрышы қанша? AHC, көріп отырсыздар суреттен, бета бұрышы AH-ті, гамма бұрышы AH-кі дұрыс тұжырымды көрсетіңіз дейді. Енді дұрыс тұжырымды көрсету үшін бұл жерде біз осы бұрыштарды негізі тауып алу бізге қиын емес. Бірінші альфа бұрышын қарастырып көрейік. Альфа бұрышын қарастырып көретін болсақ, бізде AH-сы қандай болып қалады? Тең қабырғалы үшбұрыш болып қалады. Неге? Себебі мына жердегі міне AH-ты қосатын болсақ, AH, HC және СА-ны қосатын болсақ, СА-ны қосатын болсақ, онда ол бәрі бір-бір жақтарының диагоналдары. Бір-бір жақтарының қандай диагоналдары ондай болатын болса, осы үшеуі де қандай болып қалады? Міне AH, HC, асы тең болып қалады. Демек үшеуі тең болды деген сөз, ол тең қабырғалы үшбұрыш, яғни әрбір бұрышы қандай градустан болып қалды? 60 градустан. Демек бізде альфа бұрышының 60 градус екендігін білдік. Енді біз бета бұрышына келейік. Бета бұрышы бізде 45 градус екенін білу қиын емес. Неге? Себебі бізде AH-ды, міне AH-ды. Яғни бізде мынандай квадрат бір жақтыры, мысалы AE, міне A қандай? E, сосын қандай? H-ды. Сонда бізде AH-ды дегеніміз, кешіңіздер, қисық болып кетті. Мына жердегі бұрыш, AH-ды деген мына жердегі бұрыш бізде 45 градус екендігі қандай болып тұр? Түсінікті болып тұр, себебі A-ды мен H-ды тең. Ал енді келесі бізде гамма бұрышы. Гамма бұрышында тауып алу бізге қиын емес. Гамма бұрышының 90 градус екенін білуге болады. Енді бұны тұжырымдау кішкене қиындау болады, себебі бұл үшін біз кеңістіктегі білімді білуге тура келеді. Былайша айтқан кезде, сіз мына жерде міне GH деген, сізде қандай? Мына DH-қа да, EH-қа да қандай болып тұр? Перпендикуляр болып тұр. Былайша айтқанда мынандай нәрсе бар. Мына жерде біз мынаны не деп қарайық? EH деп қарайық. Сосын мына жерде қандай жатыр бізде? HD жатыр. Енді
осы екеуіне мына маркерді мен осы екеуіне тік мына жерге перпендикуляр қоятын болсам, міне перпендикуляр қоятын болсам, мынандай нәрсе бар. Яғни бір түзу жазықтықта қиысқан екі түзуге перпендикуляр болатын болса, онда сол түзу толығымен сол жазықтыққа перпендикуляр болады. Яғни менің мына ұстап тұрған маркерім мынаға мен 90 градус қылып тік қойдым, міне, онда ол толығымен осы тақта жатқан жазықтыққа қандай болып тұр? Перпендикуляр болып тұр. Онда ол осы жаңағы жазықтыққа перпендикуляр болатын болса, жазықтықтың бойындағы кез келген түзуге біздің жаңағы қайсымыз А-шымыз былай жатыр, мына жақтан былай қарай, міне А деген мына жақта жататын болса, сонда ол толығымен сол жазықтыққа перпендикуляр болатын болса, жазықтықтың бойында жатқан кез келген түзуге перпендикуляр болады. Демек, онда осы біздің мынауымыз H, мына жақта үш жағы Г болатын болса, онда HG бізде қандай болып тұр? Мына жердегі HA-ға перпендикуляр болып тұр. Демек, біздің міне HG, GHA бұрышының 90 градус екенін біле алдық. Демек, онда AHG бұрышы 90 градус болады. Демек, гамма бұрышы қандай? 90 екенін біле алдық. Осыдан біз міне альфа 60, бетта 45, гамма 90 екенін біле алдық. Енді тұжырымдау оңай. Бұл жерден А жауабының дұрыс екенін біліп алуға болады. Себебі 4 бетта дегеніміз 45 пен 4-ті көбейтетін болсақ 180, ал альфа қосу гамма 60-қа 90-ды қосатын болсақ қандай? 150, демек 4 беттаның альфа қосу гаммадан үлкен екендігін біле аламыз. Ал қалған жауаптарының барлығы қат екендігін орнына қою арқылы біліп алуға болады. Демек, бұл есептің жауабы қандай болады онда? А жауабы дұрыс болады екен. Енді бұл да соңғы кез математикалық сауаттылықта кездескен есептер. Біз қай есепке сұраныс болады, сол бойынша сіздерге түсіндіруге ұмтылып жатырмыз. Онда осымен біздің геометриялық тақырыптарға арналған сабағымыз аяқталды. Өз бетінше шығарып көруге 2 есеп берілді. Өздеріңіз шығарып көріп, астында комментарийға жауаптарын жазып қоюларыңызға болады. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше.